Сметаник пирогын қалай жасаймыз? Ең алдымен 250 грамм ұнымызды илеуіштен өткізіп аламыз. 1 чайный ложка разрыхлитель литр қосамыз. 80 грамм қант қосамыз. Барлығын осылай араластырып аламыз. 130 грамм үй температурасында тұрған сливочное масломен араластырамыз. Осындай тесто шыққан соң бір жұмыртқаны қосып тағы да араластырамыз. Менің видеоларым ұнаса, лайк басып кетіңіз, ол маған шабыт береді. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепт емес, сонымен бөлісетін боламын. Формамызды осылай майлап аламыз. Сосын тестамызды сіздерге қалай ыңғайлы солай жайғастырып шығуларыңызға болады. Мен 26 диаметрлік форманы қолданамын. Келесі кезекте біз начинкасын жасаймыз. Ол үшін бізге 350 грамм сметана, 3 жұмыртқа, 80 грамм қант және кішкене ванилин қосып араластырамыз. Дайын болған начинкамызды тестоның үстіне құямыз. Пешке 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Тәттілерімізді бірге жасаймыз. Алдыңғы видеомда оңай жасалатын салатты жасаған болатынмын. Ал келесі видеода өте дәмді әрі пайдалы ташкентский шай жасайтын боламыз.